Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы саудаға қатысты есептер. Бүгінгі сабақта саудаға қатысты есептерді шығаруды үйренесің. Есеп шығаруға қажетті сызба таңдауды үйренесің. Бірінші тапсырмаға қара. Есепті тап. Мәтіндерді оқы, олардың қайсысы есеп болып табылады? Неге? А. Қанат жексенбі күні саябақта демалды. Ол тәтті мақта сатып алуға 40 теңге жұмсады. Ал әткеншек тебуге 50 теңге жұмсады. Қанат демалыстан қуанып қайтты. Қанат жексенбі күні саябақта демалды. Ол тәтті мақта сатып алуға 40 теңге жұмсады. Ал әткеншек тебуге 50 теңге жұмсады. Қанат демалыс күні қанша теңге жұмсады? Сонымен қайсы есеп? Неге? Себебі бұл есептің шарты мен сұрағы бар. Ал мәтінде онда тек қана не берілген? Тек қана мәліметтер берілген, дұрыс па? Сонымен қайсы есеп бізде? Есеп. Енді оқушылар, егер шығаратын болсақ, не істейміз? 50 теңгені 40 теңгеге қосамыз, тең болады 90 теңге. Сонда Қанат демалыс күні 90 теңге жұмсады. Келесі тапсырма тиын жинағыш. Есепке сәйкес келетін сызбаны тауып, есепті шығар. Нұргүл мен Нұрлан ақша жинап жүр. Нұргүл тиын жинағышқа 10 теңге, ал Нұрлан 8 теңге салды. Олардың жинағышында қанша ақша бар? Кәнеке тапсырмасына қарайық бәріміз сізбен. Бір бөлігі белгісіз, екінші бөлігі 8 теңге, бүтін 10 теңге. Дұрыс па? Жоқ. Келесі тапсырмасына қарайық кәнеке. Бір бөлігі 8 теңге, екінші бөлігі 10 теңге, бүтіні белгісіз. Келема бұл сызба? Келет. Б-ні көрейік кәнеке. Екі бөлігі де белгісіз, бірақ бүтіні 10 теңге. Бұл дұрыс емес. Сонымен біздің есебімізге қай сызба сәйкес келеді екен? Сызбасы сәйкес келеді екен. Енді шешуін қарайық кәнеке. Шешуі 10 қосу 8 тең болады 18. Жауабы 18 теңге бар. Яғни Нұрлан мен Нұргүл тиын жинағышқа 18 теңге жинапты. Келесі тапсырмаға қарайық, шығарып көр. Желім 40 теңге тұрады, өшіргіш 20 теңге тұрады. Сызбаны пайдаланып, есептің шартын құрастыр. Сұрағын қой. Міне, кәнеке ендеше біз сіздермен желім мен өшіргішке сөз есеп құрастырайық. Дүкенде Айгүл 40 теңгеге желім және 20 теңгеге өшіргіш сатып алды. Айгүл барлығы неше теңге төледі? Кәнеке сызбамыз біздің, дұрыс па? Дұрыс. Ендеше осыған байланысты шешуін табайық. Не істейміз? Шешуі 40 қосу 20 тең болады 60. Жауабы Айгүл дүкенге 60 теңге төледі. Яғни біз сіздермен екі бөлік арқылы бүтінді таптық. Келесі орындап көр. Әлия Әмияннан алдымен 7 теңге,
Содан кейін тағы 8 теңге алды. Ол Әмияннан қанша ақша алды? Есептің сұрағына жауап беруге бола ма? Жоқ, дұрыс. Неге? Себебі шарты дұрыс құрылмаған. Есепті шығаруға болатындай етіп, сұрақты өзгертейік кәнекей. Әлия Әмияннан алдымен 7 теңге, содан кейін тағы 8 теңге алды. Әлия Әмияннан барлығы неше теңге алды? Сонымен, не істейміз бұл жерде? 7-ні 8-ге қосамыз. Тем болады 15. Жауабы Әлия Әмияннан барлығы 15 теңге алды. Келесі дәптермен жұмысқа көшейік. Сатып алған заттарыңа ақша төле. Есеп құрастыр және шығар. Сонда сатып алынған әрбір заттың қанша тұратынын білесің. Кәнекей суреттерге қарайық. Бірінші есеп құрастырайық, иә? Марат дүкеннен 60 теңге тұратын банан және 30 теңге тұратын балмұздақ алды. Марат барлығы неше теңге жұмсады? Енді қысқаша жазылуын жазайық. Банан 60 теңге, балмұздақ 30 теңге. Енді нені табамыз? Барлығы, яғни барлығы неше теңге төлегенін. Енді сызбаға кәнекей сандарды толықтырайық. Бірінші бөлігі 60, екінші бөлігі 30, ал бүтіні белгісіз. Шешуі 60 қосу 30 тең болады 90. Жауабы 90 теңге төледі. Сонымен біз сіздермен есептің екі бөлігі бар екенін білеміз, я? Шарты және сұрағы. Содан кейін шешуі, жауабы. Келесі тапсырма. 3 монета. Маратта, Айжанда және Русланда мынадай монеталар бар. 5 теңге, 20 теңге, 10 теңге. Егер Марат пен Русланның монеталарын қосса, дейтін екі оқушы қосса, олардың сомасы 15 теңге болады. Егер Айжан мен Русланның монеталарын қосса, сомасы 30 теңге болады. Әр балада қандай монеталар бар? Яғни Марат пен Русланға біз егер екеуін қосатын болсақ 15 теңге болады. Яғни біреуінде 5 теңге, біреуінде 10 теңге. Дұрыс па, оқушылар? Енді ойлайық, сонда Айжанда бізде неше теңге? 20 теңге болады, әрине, дұрыс айтасыздар. Енді Айжан мен Русланның монеталарын қосса 30 теңге болады. Ендеше егер Айжанда 20 теңге болса, онда Русланда 10 теңге болады. Ал Маратта неше теңге болады? 5 теңге болады. Ал Айжанда 20 теңге. Түсінікті ме, оқушылар? Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.